Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасының қоғам өміріндегі маңызы. Біз осыған дейінгі сабақта адамның қоғамнан бөлек өмір сүре алмайтыны туралы айтқан болатынбыз. Адамдардың атқаратын істеріне қарай бірлескен тобын қоғам дейді. Отбасы және біз қоғамның кішкентай ғана бір бөлшегіміз. Отбасын бір үйде тұратын ең жақын адамдар құрайды. Отбасы үй шаруашылығына, бала тәрбиесіне пайдаланатын қаражатты бірлесе, ақылдаса отырып атқарады. Әр отбасының өз тәртібі бар. Ол қоғамға байланысты қалыптасып отырады. Сонымен бірге отбасы өз алдына өмір сүре алатын қоғамның бір бөлшегі. Адамның бала кезінде отбасынан алған тәлім-тәрбиесі оның күнделікті ісінен байқалып отырады. Бала өмірінің көп бөлігін отбасында өткізеді. Сондықтан да ол отбасындағы ең жақын адамдары, яғни атасы, әжесі, әкесі, анасы, ағасы және әпкесінің қамқорлығында өседі. Бала өмірдегі алғашқы тәжірибесін отбасынан алады, айналасымен танысады, бақылайды және осылайша қоғамда өмір сүруді үйренетін болады.